Біздің химия технологиясы және экологиясы кафедрасы Қарағанды облысының Теміртау қаласында орналасқан Қарағанды мемлекеттік бұрынғы индустриялық университетінің негізгі жетекші кафедраларының бірі. Өйткені біздің кафедра осы университеттің жетекші кафедраларының бірі болғандықтан, бір кафедраның өзінде 4 оқыту бағдарламасы бойынша біз мамандарды дайындаймыз. Оның біріншісі әрине химиялық технологиялар мамандығы, екіншісі фармацевтикалық өндіріс технологиясы мамандығы, үшіншісі өнеркәсіп, экология және өрт қауіпсіздігі мамандығы. Мен енді осы үшіншісіне тоқтала кетейін. Өзім осы бағдарламаның оқытушысы болғандықтан, өнеркәсіп, экология және өрт қауіпсіздігі мамандығы кейінгі 3 жылдықта қолға алынып оқытылып жатқан, жаңадан құрастырылған, жаңадан әзірленген методикалық тәсілдеме. Бұл мамандықтың негізгі қайнар көзі бұрынғы БЖД деп айтады. Елдің барлығы тіршілік әрекеттерінің қауіпсіздігі негізінде құрылған. Өнеркәсіп қауіпсіздігі. Бұл мамандықта оқыған болашақ мамандар өнеркәсіптің кез келген саласында еңбек қорғау, өнеркәсіп қауіпсіздігі, техника қауіпсіздігі саласында маман ретінде қалыптасып, кез келген өндіріс саласында, өнеркәсіптің кез келген саласында қызмет атқара алады. Экология мамандығы бұл өнеркәсіптік экология. Қазір өнеркәсіп экологиясы біздің мемлекетіміз өндіріс тұрғысынан дамыған елдердің қатарына жатқандықтан, өнеркәсіп экологиясы да өзінің мәселелерін күннен күнге арттырып отыр. Міне осы мәселелерді шешетін болашақ мамандар бізде дайындалады. Ал енді жұмыспен байланыстырып, қызметінен қол үзбей оқимын дегендерге де жағдай жасалынған. Жылдық оқу уақытысы Қазақстанның басқа университеттерімен салыстырғанда біршама төмен, ыңғайлы сабақ кестесін құрамыз және де ондай мүмкіндікті де жасаймыз. Сондықтан осы біздің кафедрадағы әлеуетті пайдалана отырып, мен жастарды, әсіресе өзіміздің жерлестерімізді біздің университетке, оның ішінде біздің мамандықта білім алуға шақырар едім. Мынау алдымызда тұрған аппаратура өте бағалы, құнды, сапалы аспап құрал болып саналады. Газды хроматограф деп аталады. Бұның енді бізде жұмыс істеп тұрған бұрынғы түрі болатын. Міне биыл жаңа форматтағы, жаңа маркадағы жетілдірілген түрін біз алдық. Қазір осыны қолданып, пайдаланып, зерттеу жұмыстарын, ізденіс жұмыстарын атқарып жатырмыз. Бірінші кезекте бұл адамның өміріне қажет, адамның тіршілігінде басты ықпал, оның денсаулығына ықпал жасайтын ауа, су, топырақ құрамын зерттеуде бұл аппаратураның атқаратын қызметі өте қомақты. Мысалы, мұнай газ өнімдерінде бензиннің сапасын анықтағымыз келсе, керосиннің, басқа да мұнай өнімдерінің құрамын анықтайтын болсақ, хроматограф бізге сенімді көмекші. Сол сияқты тамақтық азық-түліктер. Қазіргі кезде базарда, әсіресе қазіргі мынау жазғы мезгілде түрлі көкөністер, жемістер, жидектер келіп жатады. Міне осылардың құрамын, қаншалықты зияндылығы бар анықтауда хроматограф өте жақсы нәтижелер береді. Біздің кафедрада химиялық заттардың органикалық синтезі және фармацевтикалық өндірістің технологиясы мамандықтары дайындалатын болғандықтан, оқу процесінде химия пәнінің бірнеше саласы тереңдетіліп оқытылады. Қазіргі мынау көріп тұрғандарыңыз органикалық синтез лабораториясы. Студенттер 100 рет тыңдағаннан 1 рет көріп, қолымен істегенді неғұрлым бойына сіңіретіндігі белгілі. Мұнда қажетті құрал жабдықтар, аппараттар толығымен жабдықталған кең
жарық. Осындай лабораторияларда біз студенттерге тәлім беріп жатырмыз. Бұл лаборатория физикалық және коллоидты химия лабораториясы деп аталады. Мұнда біздің барлық оқу бағдарламамыз бойынша оқып жатқан студенттерімізге тәжірибелік сабақтарды, лабораториялық сабақтарды жүргіземіз. Енді студенттер өз қолдарымен сабақ барысында түрлі реакцияларды атқарған кезіндегі олардың алатын тәлімі, олардың алатын дағдысы, білімі бұл өте жоғары бағаланады. Өйткені кез келген реакцияны қолымен жасап, оның түрінің, түсінің, консистенциясының өзгеріп шыға келгенін көрген кездегі төменгі курстың студенттерінің өзінің көз жанарлары жарқ ете қалады. Міне осыдан болашақ мамандықтардың өз мамандығына сүйіспеншілігі, қызығушылығы арта түседі. Енді бұл лабораториядағы негізгі сабақтардың бірі бұл коррозия түрлерін және коррозия болған кездегі, яғни дат басу жағдайында олардың бетіне жабылатын жабындылардың сапасын анықтау, олардың қандай дәрежеде қолданылатындығын және қалай жақсартуға болатындығын студенттеріміз осы лабораторияда өткізілетін тәжірибелік сабақтарда игере алады. Предлагаю вашему вниманию еще одну лабораторию органического синтеза и технологии фармпроизводства. В данной лаборатории студенты проходят лабораторный практикум, также занимаются исследованиями в различных областях, как в синтезе новых соединений, так и в получении различных экстрактов растительного сырья и получение различных мазей, кремов, суспензий, эмульсий, лекарственного назначения. Хочу представить вам студента, который занимается исследованием в области синтеза новых поверхностно-активных веществ, которые используются как в медицине, как бактерициды, так и в обогатительных процессах. Это Акмалова Ильяна. Процесс обучения на кафедре химической технологии и экологии предусматривает собой активное участие самого студента в процессе обучения. Так, преподаватели кафедры и техническое оснащение химических лабораторий открывают огромные возможности для проведения научно-исследовательской работы для студентов. То есть студенты, занимаясь и ведя активную научную исследовательскую деятельность, могут участвовать в олимпиадах, в конкурсах различного масштаба. Так, в мае этого года я уже была удостоена звания лучшего молодого ученого СНГ. В данном конкурсе оценивался мой научно-исследовательский проект, тема которого является синтез катиона поверхностных активных веществ на основе различного жирового сырья. То есть данные образцы мы можем увидеть здесь. В настоящее время одной из актуальных проблем является контроль качества объектов окружающей среды, продуктов питания, а также продуктов народного потребления. В данной лаборатории у нас имеется уникальный прибор, называется вольтно-пирометрический комплекс, с помощью которого мы можем определять качество питьевой воды, качество сточных вод. Также в этой лаборатории имеется спектрофотометр, с помощью которого мы также можем определять наличие тяжелых металлов в воде и в различных объектах. То есть вот эти приборы, они очень уникальны тем, что мы можем даже проводить какую-то стандартизацию, сертификацию тех продуктов или тех предметов народного потребления, которые мы активно используем. Я хотела бы рассказать об уникальности наших образовательных программ, в частности, об образовательных программах технология фармацевтического производства и химическая технология органических веществ. Дело в том, что в настоящее время такие образовательные программы реализовываются и в других вузах Карагандинской области. Но уникальность этих программ именно в нашем университете, на нашей кафедре, заключается в том, что у нас имеется лаборатория процессов и аппаратов. Эта лаборатория очень уникальна тем, что студенты воочию могут наблюдать за различными технологическими процессами. Я с точностью могу сказать, что в других вузах Карагандинской области такой лаборатории нет. И дело в том, что эти две образовательные программы, они технологические. То есть выпускники этих образовательных программ работают химиками, технологами, фармацевтами, технологами. И поэтому именно у нас на кафедре большое внимание уделяется именно изучению технологий производства. Мы приглашаем
выпускников школ обучаться именно в нашем университете, на нашей кафедре, потому что они могут приобрести навыки именно технологов.